жүріңіз. Ойбай. Ақырын. Ойбай. Жүріңіз бұл. Өлетін кезде шақырасыздар ғой сіздерді осы. Бір айттым, өткен апта айттым сізге. Жүріңіз, жатыңыз больницаға десем, көнбей қойдыңыз. Үйде жатам. Ойбай. Ассалаумағалейкум Ақсақал. Өлетін кезде Келіңіз. Не болып қалды Ақсақал? Қай жеріңіз? Температурасын тексердім. Давление нормально бәрі. Давление, температура бәрі нормально. Қан қысымы жақсы ма? Бәрі жақсы. Жалып жасап, постоянно шақырады да тұрады. Күніге шақырады. Енді жас келгеннен кейін бәрі ауыра береді. Айтып отырмын ғой мен. Не болды Ақсақал? Қай жеріңіз? Ай, мына бала сендерде жұмыс істей ма? Иә, бұл бала бізде жұмыс істейді. Не болып қалды? Емдетіп алсаңдаршы. Баланы ма? Не үшін? Көп сөйлейді екен. Практикант қой. Ақсақал, қай жеріңіз ауырып тұр? Ой, ауырғанда мына бас соғылдап тұр бас деген. Ойбай. Басыңыз мына арт жақ тартып қысып ауыра ма, әлде қалай ауырады? Жүрек қой, сол шаншып жаңа. Жан таптырмайды. Жоқ, жүрегіңіз ауырып жатыр ма сонда? Аяқта жаңа сыздап мына қылып отыр ғой. Бас қызбайды аяқты. Жоқ, аяғыңыз ба, жүрек па, басыңыз ба, қай жеріңіз? Ауырып тұрған ба? Иә. Ауырып тұрған қолым. Мына қол ғой. Жас келгенде бір жер ауырса бүкіл дене ауыратын болады мына. Ойбай. Қорықпаңыз. Өлтірмейміз Ақсақал. Ауыра ма мына жер? Ой, ауырып тұр ғой. Қол тигізбей ма мына жер? Ісіп кеткен ба, или курткаңыз сондай ма? Ісіп тұр ғой. Қалай жүрсіз? Мына қолда мына сүйек, мына жердегі сүйек жарылған болуы мүмкін. Ол жарылса, оған гипс салу керек. Ол ана жүректе айнтады, сүйек жарылғаннан кейін. Шыдатпайды. Жұмыңыз былай қолыңыз. Жұмылмайды. Жұмылмай ма? Қазір онда тексереміз. Не болды бұл қолға? Ой, жаңа жылда. Немерелер бана шыршаны айналамыз деп. Айналмайып керек жоқ десем, қолымнан осы қолымнан тартып сүйретіп. Бір кезде құладым жерге. Жетін немерем қоя ма? Жетеу осы қолыма жармаз болып сүйрей берген. Қанша күрік айналдық білмеймін әйтеуір, содан өстіп қалды. Шығарып жіберген қолыңызды. Мүмкін. Или сындырып жіберген. Тағы бір жыл күте салмадыңыз ба? Неге? Тағы бір жыл күтіп, келесі жыл айналдырған кезде салып беретін еді ғой. Ой, келесі жыл айналмайым бұл. Атыңыз кім Ақсақал? Абжыздырық атым. Қазір барасыз, келесі кабинетке. Рентгенге түсіріңіз бірінші. Екінші кабинетке барыңыз, рентгенге түсіріңіз. Одан кейін снимокты алып келіңіз, көреміз. Егер жақсы болып жатса, ештеңе жоқ оған. Өзі бітіп кетеді. Кішкене маз жағасыз. Кім жіберттейм о жаққа барып? Айтыңыз, мен жіберді деп айтыңыз. Мына бірінші кабинеттен жіберттеңіз. Әдемі бала жіберттейм ғой. Қара тор аппақ жігіт жіберттеңіз. Жарайды. Ойбай. Жүресіздер естіп. Мынау тастай ғой мына жер. Суық қой мынау. Жерге емес, кроватқа жатсаңыз сіз. Мына ма? Қазір кеп түсіреді. Ойбай. Абайлаңыз. Ойбай. Белім табайлам. Не болып қалды? Аспай келіңіз, мына жерге отырыңыз. Отырамайым, тұрып тұра берші. Вообще отырамайсыз ба? Не, аяғыңыз ба? Жоқ, арқам. Арқам? Қазір тұра тұрыңыз. Қимылдамайсыз ба? Былай ауыра ма? Бітіп қалыпты арқаңыздың бәрін міне. Бітіп қалған. Не, жүре бергенсіз ба осы жоқ? Арқаңыз қол тигізбейді ғой, күп болып сіп тұр ғой мұнан бәрі. Енді содан кейін кеп тұрмын ғой. Не болып қалды бұған? Мен негізінен анау елқа сатам. 31 күні елқаны кесіп атқам ғой сатуға бір заказ бергеннен кейін. Сөйтіп кесіп атқан кезімде анау жанында тұрған елқа құлап арқама. Сол арқам ауырып неғып қалды. Сол 31-ден бері 2 ай бойы осылай жүрсіз ба? 2 ай болғанда осы күні кешеден бастап ауыра бастады бұл. Оған дейін білінген жоқ. Мынауыңыз омыртқан арасы ашылып кеткен сияқты ғой, арасында ет біткен ғой. Ойбай, ұстамай. 2 ай бұл қалай сіз? Ойбай. Кеше ауырды дейді. Есіңіз кеше жиған сияқтысыз ғой жаңа жылдан кейін. Ойбай. Бірінші түсірейік аға қазір. Бірінші рентгенге түсіріңіз, курткаңызды шешіңіз. Рентгенге түсіріп снимок көріңіз. Егер анау омыртқа не қылса, ол анау грижаға айналып кетеді, абайлаңыз. Сондықтан қазір срочно емдеу керек, бұны көріңіз бірінші. Мен анау кешіп қойған елқаларды не істеймін? Анау клиенттер күтіп қалады ғой. Ол проблема емес, оны кішкене күтсеңіз, наурыз келеді. Өзіміздің жаңа жыл келеді ғой. Сол кезде апарасыз да қайттан сол кескен орнына апарып егесіз соны.
Көрдіңіз ба? Біздің жаңа жылдың қандай айырмашылығы бар. Жаңа жылда кесесің, біздікінде егесін. Мынауың ақыл екен ей. Жүресіздер ана. 2 ай болды. Қалай адам не деген бітпейтін жаңа жыл болды. 2 ай болды. Әлі зардап тоқтаған жоқ. Күнде біреу анау, біреу мынау. Бәрі деген шетінен келді. Сәлеметсіз. О, саламатсыз. Не болды? Сіз де аяғыңыз қайырып алдыңыз? Жоқ. Қолыңыз шығарып алдыңыз? Жоқ. Жаңа жылда шықтыңыз биік өкшемен. Мұздан тайып құладыңыз, беліңізді ауыртып алдыңыз. Жоқ деймін. Не деген, түсінбейсіз, не деген жаңа жыл бұл, а? Бәрі 2 ай болды осымен. Әлі больницамыз босамайды, лық тола. Наурыз келді ғой, наурыз тойламайсыңдар ма? Керемет. Наурызда біздің больницада ешкім қалмайды. Бәрі ағайын туысын аралап кетеді. Айта бермеңші, мүлде басқа нәрсе. Неменеге маған айғайлайсыз сіз? Мен кінәлім бе сіздердің соншалық не құлағандарыңыз, аяғыңыз қайырып алып, жаңа жылда карабай ойнағаныңызға, елка құлағанда мен кінәлім бе сіздердің? Келіп алып врачқа айғайлайды, күнімен жүресіздер, өлейін дегенше бүйтіп. Одан соңында келіп врачқа айғайлайды. Мен кінәлім бе сіздердің? Менің аяғым ауыр. Енді құтты болсын аяғыңыз ауыр болса. Кешір, қарындасым. Айтпайсыз. Мынау жақсы жаңалық болды енді. 2 ай дегенде айтар бір жақсы жаңалық. Отырыңыз. Сол баланы алдырып тастау керек. Түсінбедім. Баланы алдырып тастау керек деймін. Көмектесіңізші. Жоқ, Құдай сақтасын, мен ондаймен айналыспаймын. Сіз ана 2-ші кабинетке барыңыз. Ол кісі жоқ екен, бәрібір емес пе? Сіз де дәрігерсіз ғой. Қалаған ақшаңызды берем, алып тастаңызшы. Жоқ, ақшаңыз керек жоқ, мен ондаймен айналыспаймын деймін сізге. Жоқ, вам трудно что ли? Алып тастайсыз, айтып тұрмын, қалаған ақшаңызды берем деп. Жоқ, мен трудно деп тұрған жоқ, мен ондаймен айналыспаймын. Керек емес маған, неменеге айтып отырсыз сондай? Ол алмаса, сіз алмасаңыз, кім алады сонда? Алмаған баланы алдырып тастау керек. Онда мен өз-өзіме қол жұмсаймын. Ай, тоқта, қарындас, тоқта. Сабырға кел. Ашуланба, кел. Отыршы. Отыр. Так, тоқтаңыз. Балаға бір нәрсе болып қалды ма? Түсіндіріңізші. Жоқ. Өзіңізге бір нәрсе болды ма? Ештеңе де болған жоқ, артық сұрақ қоймай алып тастаңызшы, болды. Жоқ, мен сұрайын деген, сендер бұл не үшін, не болып қалды дегенім ғой енді. Бір ана кісі өзі кетіп қалған, енді отпускқа кетті. Мен ондаймен айналыспаймын. Мен басқа врачпын. Сондықтан кішкене... Ағай, түсінесіз бе, бұл бала бізге керек емес. Керек емес, маған жігітім айтты, егер сен бұл баланы алдырып тастамасаң, мен саған үйленбеймін деді. Ал керек емес, кейін қажет кезде біз баланы жасап ала саламыз. Проблема емес, бізге қазір оқу керек, үй алу керек, машина алу керек, көтерілу керек, түсінесіз бе? Жоқ, бәрін түсінемін, бірақ сіздер үйленбегенсіздер ма сонда? Жоқ, бірақ біз уже 3 жыл болып дружить етеміз. Даже сақина сатып алып қойдық, көйлек бәрін алып қойдық. Ал сосын мындай болып қалды. Ал сосын жігітім айтты, егер сен бұл баланы алдырмасаң, онда саған үйленбеймін деді. Жоқ, мен сұрайын дегенім, кешіріңіз, сонда ол сақина, көйлек білем ғой оны. Бірақ сіздер жаңағыдай некеге отырып, неке қиып, мұсылман... Неке пеке, это не важно, ағай. Алып тастаңыз болды. Негізгі проблема осыдан болып тұр ғой. Маңызды негіз неке еді. Жарайды, қарындас. Қазір шешіледі бұны. Сіз уайымдамаңыз, сізге қазір сабыр сақтау керек. Қан қысым көтеріледі. Сіздің басыңыз қысады, жүрек айниды. Сондықтан сізге қазір сабыр сақтау керек. Мен қазір сізді тіркеп алайын. Сонда мынау енді сіз кешіріңіз, мен сұрай салайын. Қазақсыз ғой өзіңіз? Қазақтың қызысыз ғой? Қазақ, не керек оның бәрі? Я қазақпын, көріп тұрсыз ғой. Жоқ, қабая, қалай түсіндіреміз енді? Дәрігерше айтсам түсінбеуіңіз мүмкін. Бұл өте зиян, сіздің құрсағыңызға өте зиян. Бұдан кейін сіз бала көтере аласыз ба, көтере алмайсыз ба, екі талай. Біз гарантия бере алмаймыз, дәрігерлер. Сондықтан мен сізге кеңінен түсіндірейін деп отқан, сіз енді мұсылмансыз ғой, енді бұл ата-бабамызда болмаған нәрсе. Біз мына дәрігер болып қанша сұмдықты көріп жатырмыз. Бірақ өткенде бір кітапты оқысам, бұл сұмдық 14 ғасыр бұрында болған екен. Ол кезде адамдар надандық дәуірінде болған. Өздерінің қыздарын тірідей апарып жерлейді екен. Ертең намысыма келеді, менің намысымды аяқ асты қылады деп. Кейін пайғамбар келгеннен кейін бұл нәрсені тоқтатқан екен. Тосқауыл қойып, әйелдердің мәртебесін көтеріп, ананың табанының астында жәннат деген. Оқып отырсам, қазір мына қарап отырсам, сіз де сол аналардың бірі екенсіз. Сіз де сол пайғамбардың үмбетісіз ғой. Сондықтан сабыр сақтаңыз, ашуға салынбаңыз. Бұл біздер дәрігерге ол проблема емес. Жоқ, ағай, сіз түсінбейсіз. Менің мамам ештеңке білмейді. Ол егер біл қойса, мені өлтіреді, ағай, өлтіреді.
осы сөзді қазір сенің құрсағыңдағы бала айтып жатыр. Мені мама өлтіреді. Мені мама өлтіреді. Мені мама өлтіреді деп жатыр. Білесіз ба? Сізге анаңыз ұрса, айғайлайды, ар кетсе ұратын шығар. Бірақ өлтірмейді. Ал сіз болса, құрсағыңыздағы баланы жарық дүниені көрсетпей жатып, өз қолыңызбен өлтірейін деп тұрсыз. Соған бізді тағы да себепкер қылмақшысыз. Сіз басыңыз көтеріп айналаңызға қараңызшы. Мен сізге адамша бір қазақтың баласы ретінде айтайыншы, дәрігер емес мен. Қанша адамдар жүр, бізге қанша әйелдер келеді, бала көтере алмай, бүкіл ақшасын, дүниесін арқалап, профессор іздеп, ел аралап, жер аралап, бала көтере алмай, бір сәбиге зар болып жүреді. Талай жүр әулие, әмбер алап, адасып, әркімнен сұрап. Ал біздің аталарымыз күндіз түні жалынып, жалбарынып бір Алладан сұрайтын. Ұрпақты болсам, балалы болсам деп. Бұл қанша адамның арманы осы жерге келіп айтатын. Ал сіз болса, алдырып тастайым, жігітім тастап кетеді. Проблема болады бұл бізге. Сіз ойлайсыз ба, бұл проблемадан құтылам деп? Құтылмайсыз. Керісінше сіз баласын өлтірген ана деген атқа ие боласыз. Ойлаңыз. Бұл бір Құдайдың берген үлкен сыйы сізге. Жоқ, не үшін туылады, ол не үшін туылады? Мен оны қалай асырап жеткізем? Ол сіздің проблемаңыз емес, қарындас. Сіз құрсағыңыздағы баланы өз қолыңызбен, маңдай теріңіз төгіліп, аяқ қолын, көзін, мұрнын, жанын, тәнін жасап жатсыз ба? Жасап жатқан жоқсыз. Ол Құдайдың ісі. Дүниеге келеді, Құдай өзі асырайды, сіз уайымдамаңыз. Талайын көріп жатырмыз. Сіз өзі ұлтқа, елге, жерге жаныңыз аши ма? Айтыңызшы. Ашиды. Онда бұл әңгімені қысқартыңыз. Бізде онсызда қараңызшы. Ер азаматтар жетпейді, қаншама врач жетпей жатыр бізде. Проблема 2 ай болды міне. Үлгере алмаймыз. Небір профессорлар керек. Шетелге кетіп жатырмыз профессор іздеп. Бізге спортсмендер жетпейді. Бізге мықты-мықты ел басқаратын азаматтар керек. Үлесіңіз қосыңыз соған. Ал егер қыз туылса ше? Қыз туылса, тағы бір сондай тұлғаларды дүниеге алып келетін мейірімді ана болады. Ойлаңыз. Ал егер жігітім үйленбей қойса ше? Ол боқмұрын қайда кетеді дейсіз, келеді ертең иттей болып. Боқмұрын демеңіз, ол магистратурада оқиды. Маған десе докторантурада оқысын. Туған баласынан қашып жүрсе, ол боқмұрын немене ол? Иттей болып келеді. Жүрегі жібісе. Уайымдамаңыз. Сабырға келіңіз. Құдайдан тілеңіз. Біздің қолымызда, дәрігерлердің қолында түк жоқ. Сөйлесіңіз. Айтыңыз енді шешіміңіз. Сөйлесіңіз. Алло? Я больницадамын. Жоқ, әлі алдырмадым. Не? Алдырма дейсің ба? Қайдасың? Кәз барам. Ағай, рахмет сізге. Жігітім ойланып та алдырма баланы. Бәрібір үйленеміз ғой, үйлене салайық дейді. Үлкен қателіктен мені сақтап қалдыңыз, сізге үлкен рахмет. Рахмет ағай. Көп жасаңыз ағай, сау болыңыз. Абайлаңыз, байқап жүріңіз. Ағай, жаңа бірдеңе айттыңыз ғой. Бірдеңе міндетті түрде істеу керек. Соны істемегенде бәрі пәле болып жатыр дедіңіз ғой. Енді біз айттым ғой, қазақпыз. Біз қанша жерден современный болсақ та, бірақ ол қазақтығымызды ұмытпауымыз керек. Сіз мешітке барып некені қидырыңыз, неке қиып береді. Сол мұсылманша неке қию керек оны.
Содан бүкіл проблема. Ал сіздің көйлек, сақина, сырға, той дегеннің бәрі ол адамның алдындағы міндетіңіз. Ал анау неке Құдайдың алдындағы міндеті. Ал сіз қимайсыз ба? Сіз ай жастар қазір. Мен қараңыз, мен дәрігермін. Мен ондайды емдемеймін. Ондайды білікті мамандар бар. Өз анау мешітке барсаң, сол жерде отырады. Мешітке бару керек па? Молдалар бар, имамдар бар, сондай кісілерге барасыз, білімді мамандар. Любой мешітке бара салайын. Любой мешітке. Барыңыз, рахмет сізге аға, рахмет. Жоқ, оқышы, маған неге рахмет айтасыз? Рахмет сізге. Сіз бір баланы сақтап қал, бүкіл адамзатты сақтап қалдыңыз сіз. Рахмет сізге, үлкен мен қателіктен сақтадыңыз Енді аға. сіз көп кешірім сұрайық. Кешіріңіз аға. Жоқ, менен емес, Құдайдан сұраңыз. Иә, кешірсін аға, Құдай кешірсін. Аға, сау болыңыз аға, Құдайдан қайтсын, рахмет аға. Ай. Бұл сұмдық қашан тоқтайды екен? Ай. Қанша сұмдықты көзбен көріп жүрміз, ә? Кім кінәлі? Білмейсің. Әлде біздер дәрігерлер кінәлі? Біздің не кінәміз бар? Құдай өзі кешірсін. Не қылдыңдар? Ар комнатаға апаршы, кабинетке, жатқыз со жаққа. Ар жаққа жатқыз, ар жаққа. Қағуға қанатымды жоқ әлі қайтейін болғаным дәл мұндай жылуы жоқ қоғамның ата-анам бола тұра мен дағы жалғыз қалған баламын анашым қалайша салқын жаным әкешім қалайша сағынбадым әр ақтан қатесін ата-анамның түзетші деп бір өзіңнен тілеймін жаралым бар әнім болмады өзіндік бір қалауым әкемнің анамның кім білген сөнер сезім алауын қайтсе де мұндай сәтте кінәсі жоқ қой бірақ баланың анашым қалайша салқын жаның әкешім қалайша сағынбадың әр ақтан қатесін ата-анамның түзетші деп бір өзіңнен тілеймін жаратқан өзіңнен мен тілеймін
әкешім өздеріңсіз қайдан пана табамын анашым әкешім